Сәлеметсіңдер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін бізде математика сабағы. Мен Алматы облысы Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Бүркітбаева Тәрбие Кеңесбай қызымын. Бүгінгі біздің 9-шы сабағымыздың тақырыбы миллиграмм. Сабағымыздың мақсаты жаңа өлшем бірлік миллиграммен танысасың, шамалар мәнін салыстырасың. Ал енді балалар, масса бірліктерінің өзара байланысын есімізге түсірелік. Балалар, есімізге түсіріп болсақ, тексерейік. Жарайсыңдар балалар. 1 килограммда 1000 грамм бар екен. 1 тоннада 1000 килограмм бар екен. Өте дұрыс. 1 центнер 100 килограммға тең. 1 тонна 10 центнерге тең. Бүгінгі сабағымызды естеріңде сақтаңдар. Миллиграмм бұл массаның кіші өлшем бірлігі. 1 грамм 1000 миллиграммға тең. 1 килограмм 1 миллион миллиграммға тең. Егер өсу ретімен өлшем бірліктерін атайтын болсақ, миллиграмм, грамм, килограмм, центнер, тонна. Ең кіші өлшем бірлігі миллиграмм болса, ең үлкен өлшем бірлігі тонна екен. Балалар, миллиграммен нені өлшейтінін білесіңдер ме? Ендеше, миллиграммен нені өлшейтінін қарап, өз мысалдарыңды ұсыныңдар. Дұрыс айтасыңдар балалар. Миллиграммен өте ұсақ заттарды өлшейді екен. Соның ішінде әшекей бұйымдарды өлшейді екен. Сақина, дұрыс айтасың. Дәрумендерді де өлшейді екен. Тамаша, дәрілерді де өлшейді екен. Сырға, алқаларды да өлшейтінін білдік. Енді балалар, оқулығымыздың 37-ші бетіндегі номері 3-ші тапсырманы орындайық. Бұл тапсырманы миллиграммен өрнектеп, өсу ретімен жазыңдар. Тапсырманы орындап болсақ, тексеріп жіберейік. Жарайсыңдар. 5 грамм 200 миллиграмм 5200 миллиграммға тең. 3 грамм 61 миллиграмм 3061 миллиграммға тең. Дұрыс айтасың. 4 грамм 35 миллиграмм 4035 миллиграммға тең. Керемет! 5 килограмм 20 грамм 1 миллион 20 мың миллиграмм екен. Енді өсу ретімен қалай жаздық? Ең кіші миллиграмм 3061 миллиграммнан басталады екенде, 1 миллион 20 мың миллиграммнан аяқталады екен. Келесі тапсырма балалар салыстыруға беріледі. Осы тапсырманың артығын, кемін, теңдігін тауып салыстырыңдар. Салыстырып болсаңдар балалар, өздерің тексеріңдер. Енді балалар, мына есепті шығарайық.
Әсия анасына салмағы 5 грамм 200 миллиграмм болатын алтын жүзік сыйлады. Ал әпкесіне 4 грамм 300 миллиграмм болатын жүзік сыйлады. Анасына сыйлаған жүзіктің салмағы неше миллиграмм артық? Есебімізді шығарып болсақ, балалар, тексерейік. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Алдымен граммды миллиграммға өрнектейміз. 5 грамм 200 миллиграмм 5200 миллиграммға тең. 4 грамм 300 миллиграмм 4300 миллиграммға тең. Жарайсыңдар. 5200-ден 4300-ді азайтсақ 900 миллиграмм болады екен. Жауабы 900 миллиграмм артық. Бүгінгі сабағымыздың дескрипторы миллиграмм массаның кіші өлшем бірлігі екенін білдік. Шамаларды миллиграммен өрнектей аламыз. Шамаларды миллиграммен салыстыра алдық. Бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сабақта біз не білдік? Дұрыс айтасыңдар. Миллиграмм массаның кіші өлшем бірлігі екенін білдік. Ал не үйрендік? Жарайсыңдар. Грамм, килограмм, центнер, тоннаны миллиграммен өрнектеуді үйрендік. Ал енді балалар, әркім өзіне керекті дәліммен таңдасыншы. Егер бүгінгі сабақты толық түсінсек, онда қызыл түсті В1 дәліммен таңдаймыз. Ал егер бүгінгі сабақты жартылай түсінсек, онда сары түсті Е дәліммен таңдаймыз. Егер бүгінгі сабақты мүлдем түсінбесек, онда жасыл түсті А дәліменін таңдаймыз. Ал енді балалар, бүгінгі берілетін оқу тапсырмалары 37-ші бет, нөмір 4-ші тапсырманы орындаймыз. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.